депозит ақшаны Каспиге қалай аударамыз дейді. Сәлеметсіз бе? Егер де депозиттегі ақшаны сіз аударғыңыз келсе, ең бірінші ол ақша сізге депозит жапқаннан кейін немесе депозитті бөлгеннен кейін ол ағымдағы шотқа түседі, білесіздер, иә? Сол ағымдағы шоттан ол ақшаны қалай аударасыздар? Бірінші ағымдағы шотқа басасыздар, ол жерде аудармалар болады, переводы деген. Сонда сол переводы между своими счетами емес, переводы на свой счет другой банк деген таңдайсыздар. Соны басқан кезде сізден жаңа Каспидің КЗ счетының номерін сұрайды. Сіздер не істейсіздер? Каспиге барған кезде Каспи приложенияға кіресіздер, Каспи Голдқа кіресіздер, одан кейін мой банк Каспи Голд, одан кейін реквизиты счеты дегенді басқан кезде КЗ-дан басталатын сол сіздің счетыңыз болады. Соны копировать етесіздер да, и біздің приложенияға КЗ счет дегенге соған сіздер жаңа вставить етесіздер. Одан кейін міндетті түрде Каспидің өзінің комиссиясы болады. Сол комиссияны есептеп, жаңағы ақыр соңында алатын сумаңызды жазасыздар. Сосын барып, где-то 1 сағаттың көлемінде ол сіздің ақшаңыз Каспиіңізге түседі.